әр түсінен бір-бірден алыңдаршы. Әр түсінен бір-бірден алыңдар алдарыңа. Орындық, дұрыс, орындықты ал, орындықты ала қой. Алдыңа қой мына жерге. Әр түсінен бір-бірден алыңдар. Әр түсінен тағы да ал. Әр түрлісінен бір-бірден ал. Алдыңа қой солай. Қатар қойыңдар, бір-біріне жабыстырмай қойыңдар, арасын ашып. Бол жылдам тез. Дұрыс. Міне нұсқалықты өте жақсы орындап жатыр балалар. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді осы орындыққа сәйкес бір аюдан алып орындықтың үстіне қойыңдар. Жылдам. Тез. Кім бірінші болады екен? Жылдамдық, қол моторика. Ептілік тексеріп жатырмыз. Түстерді ажырату, қазір түстерін сұраймыз. Қандай орындыққа қандай аю қойдың? Тасыр. Мынау қандай? Тасыма. Мынау қандай? Сен айтпай, е? Айт оған. Тасыр. Ау? Тасыма. Жасыл ма? Білмей жатырмыз, е? 5 жастағы бала. Негізгі түстерді білу керек. Мен кендім. Айт бол. Мынау қандай түс? Тасыр. Озби ма? Розови? Озби. Ал, сен айт оған. Қандай түс? Жасыл. Қызыл. Сары. Көк. Міне бала деген осылай білу керек. Қазір тоқтайды, осылай білу керек. Ал енді аюларын түсірмеш орындықтың үстінен түсірмей қазір кеңістік бағдарламаны көреміз. Аюдың бәрін алдарыңа қойып қойыңдар. Жылдам. Алдарыңа қойыңдар. Мынау қандай түс дедік? Тасыма. Енді осыған түсті аюды алшы. Осыған түстес аюды. Осының астына тық қой. Сары. Қандай түс болды? Сары. Қандай аюды қайқа тықты? Орындықтың астына. Қандай түсті болды? Қысал. Көрші бала біліп отыр, е? Так, мынау қандай түс? Тасыр. Жасыл. Дұрыс, білесің, білгеніңді айта ғой, жарай ма? Аюды ал, жоқ тықпаймыз, мен айтам. Аюды, оң қолың қайсы сенің? Оң қолың. Екі қолыңды бірдей көрсетпейміз, оң қолды көрсетеміз апайға. Мұны ма? Қайсы бұлар кішкене төмен түсір қолыңды. Оң қолымыз, иә. Оң қолмен алда, жасыл аюды. Оң қолмен ал. Осы көрсетіп тұрған қолмен ал. Аюды ал, жасыл аюды ал. Оң қолмен. Оң қолың қайсы сенің? Оң солды ажыратамаймыз, иә. Оны ажырату керек. Бұл кішкене норма бізде. Жасыл аюды үстіне қой. Енді сен. Көк аю. Түстің бәрін ажырап тұрған баланы былайша сұраймыз. Мынау қандай түс? Қызыл. Енді осыны мен жақ шетіне қой. Оң жақ шетіне қой. Анау көк аюды әкел көк аюды. Оң жақ шетіне қой. Мында қой. Жанына қой. Болмаса жанына қой деп айтамыз. Так, енді мынау қандай дедік? Көк. Енді мына аю қандай дедік? Сары. Осыны аламыз да артына қоямыз. Көк орындықтың. Осылайша нұсқалықты біле ма, түсіне ма сұраймыз, е? Қандай орындық қалды сенде? Жасыл. Жасыл орындықтың, мына аюды орындықтың астына тық. Қой, жарайсың. Так, сенде қандай түс қалды? Қандай орындық қалды? Тасыма. Нау? Тасыма. Қызыл. Е? Мынау қандай аю? Тасыр. Екеуі бір дей ма? Е? Енді не қызыл деп айтпайсың? Қызыл. Қызылды аламыз да. Орындықтың, жоқ, орындықтың алдына қоямыз. Алдыңғы? Алды қайда алды? Мен Ол арты ғой, орындықтың арты. Алдына қоямыз. Алдына. Мәне, кеңістікті бағдарлай алмайды түстерді, ажыратамайды. Алдына қой, алды мына жерде. Білмесе өзіміз айтамыз. Енді қандай түсті орындық қалды? Аюмен бірге. Қандай түс қалды? Тасыма. Қандай түс көмектес? Көк. Аю қандай? Көк. Ол да көк, иә? Екеуі де көк, иә? Енді тыңда, көк аюды орындықтың артына қой. Алдыңғы? Артына қой. Бұл жерде бізде кеңістікті бағдарлау, түсті ажырата алмау болып жатыр, және байланыстырып сөйлеу тілінде бұзылыс кішкене бар. Міне, осылайша тексеріп аламыз. Жарайсыңдар балалар? Тамаша.